Бала кезімде көрген Микки Маус кейіпкері нағыз жын маньяк убийцаның өзі. Прикинь, егер қазір ештеме түсінбесеңіз, видеоны соңына дейін көріңіз. Себебі мен бұл киноны бағалайтын боламын және бәрін толық түсіндіремін. Ең басында мына қыз телефонда отырады. Бұл қыздың аты Кэмили. Сосын Садиат құрбысы бір челлендж туралы айтады және оны орындап көр деп айтады. Сосын бұл Микки Маус челлендж және оны орындау үшін Микки Маус сияқты ысқыру керек. Сол кезде Микки Маус сіздің үйіңізге келеді. Сосын Кэмили осын қайталаймын деп әлгі Микки Маустың ысқырғанын қарап көреді. Сосын скримерден шошып кетіп, дәл Микки Маус сияқты ысқыра бастайды. Сосын тағы да біреу ысқырған сияқты естіліп қалады. Сосын наушнигін шешіп тыңдап көрсе, ештеме жоқ екен. Сосын ары қарай телефон шұқылап отыра береді. Сосын осы Микки Маус челленджінде шыдадым деп айтып жатқан кезде Микки Маустың қорқынышты көлеңкесін көре бастайды. Сосын оның артында Микки Маус тұрғанын біліп, артқа қараған кезде ешкім жоқ екен. Сосын оған құрбысы хабарласады және осы челленджда шыдадың ба деп айтады. Сосын Кэмили иә шыдадым дейді және де оған ваннаға түсіп алу керек, ертең сөйлесек деп айтады. Сосын бүкіл телефонын қойып ваннаға қарай кетеді. Сосын біз Микки Маустың қолын көреміз. Сосын оған құрбысы жазады: егер бірдеңе болып жатса маған хабарлас деп. Ал Кэмили болса ол уақытта ваннаға түседі. Сосын есік ақырын ашыла бастайды. Сосын Кэмили тұрып біреу есікті ашты ма қарап көрген кезде ешкім жоқ. Сосын біреу есікті ашып ақырын ваннаға қарай келе бастайды. Сосын бұл Микки Маус екен. Ол Кэмилиді тұншықтырып өлтіреді. Содан кейін Микки Маустың ысқырған дауыстары естіледі. Микки Маус сияқты күлкілі бала кезден таныс кейіпкер біртүрлі қорқынышты кейіп киінеді. Басында бәрі қалыпты сияқты, бірақ кейін қатты үрейленетін сәттер басталып кетеді. Бірақ кино қысқа болса да қызықты, себебі бұл қорқынышты оймен көріп отырасың. Және кадрларда жақсы қойылған, артық ештеңе жоқ. Скримерлер және де кенеттен шыққан дауыстар қорқынышты, және де бір кадр шығып дір еткізеді. Клиптің ұзақтығы қысқа болғанымен бәрі өз орнымен орналасқан, көзді жалықтырмайды. Атмосферасы да өте қорқынышты. Бала кезден көрген Микки Маус енді жын сияқты көрінеді және маньяк. Фондағы дыбыстар, жарық, музыка бәрі қорқынышты етеді. Кейде тыныш тұрған кезде өте қорқынышты болып кетеді. Киноның басында мынау қыз балама білмеймін отырады және де әлгі Микки Маус челлендж жайлы көріп отырады. Және бұл жерде де әлгі сағат 12-ден асқан соң Микки Маус сияқты ысқыр дейді. Сол кезде Микки Маус сен қасынан келеді деп айтады. Бұл қыз оны күлкілі көріп қайталауды шешеді. Бірақ бірінші әлгі Микки Маустың ысқырғанын көріп алу керек. Сосын бұл да скримерден шошып кетеді. Сосын өзінің видео түсіріп Микки Маус челленджін қайталаймын деп көзін жұмып Микки Маус сияқты ысқыра бастайды. Бірақ ысқырып жатқан кезде есіктің ақырын ашылған дауыстар естіледі. Және де тағы да біреу ысқырған дауыс естіледі. Бұл қыз шошып кетіп өзінің наушнигін шешіп қарап көреді. Бірақ дым жоқ. Ешқай жерге ештеме болған жоқ. Сосын камераға қараған кезде өз артынан Микки Маусты көреді. Сосын артына қараған кезде қайттан дым жоқ. Бірақ видеоны қайталап көрген кезде артында ешкім жоқ екен. Бұл қуып кеттім деп ойлап өзінің ыдыстарын кухняға апара бастайды. Сосын ыдыс жууға суды отыра бастайды. Және де телефон шұқылап жатқан кезде селфиға түсіп атады. Сол кезде өз артынан Микки Маусты көріп қалады. Сосын артына қарап қалады. Микки Маус жоқ. Және фотоға қараса, фотода да Микки Маус жоқ болып кеткен. Сосын бұл қыз өзін шаршадым деп ойлап, жай ғана ыдыс жуып ұйқыға кету керек деп ойлайды. Сосын музыка тыңдап ыдысын жуып жатады. Сол кезде Микки Маустың ысқырған даусымен оған біреу жақындай бастайды. Сосын оның артында Микки Маус пайда болып, оны тұншықтыра бастайды және де өлтіреді. Осымен бітті. Бұл қысқа фильмде әдеттегі күлкілі Микки Маус кенеттен қорқынышты кейіпкерге өзгеріп кетеді және көрерменді үрейге душар етеді. Басында бәрі тыныш, орта жолында үрей басталып, соңында қорқынышты сәтке жетеді. Қысқа, қарапайым, бірақ қорқынышты кино. Кадрлар дәл кесілген, орынсыз созылып кеткен бөліктер жоқ. Бірден тыныштан қорқынышқа және де қорқыныш сезімге өтеді. Дыбыс пен жарық өзгерістері, кадр жылдамдығы көріністі неғұрлым әсерлетеді. Қараңғы, күңгірт түс басым. Музыка мен дыбыстық эффектілер тыныштықты бұзып, таңертең тыныштықтан қорқынышқа өтеді. Миккидің жымиып тұрған бейнесінен қорқыныш жанрға көшуі көрерменге ерекше әсер қалдырады. Сонымен бұның атмосферасы қорқынышты екен.
Кинонун басында біз су алып жатқан бір қызды көреміз. Және де оның телефонына хабарлама келеді. Және де оған да құрбысы мынау челленджді орындап көр деп айтады. Және де бұл жерде де Микки Маус сияқты ысқыру керек екенін айтады. Түнгі 12-ден асқан соң. Сол кезде Микки Маус сіздің қасыңызға келеді. Ол жарайды деп Микки Маустың ысқырғанын көре бастайды. Және де бұл да скримерден шошып кетеді. Сосын бұл қыз шошып кетіп күліп, әлгі челленджді қайталауға тырысады. Және де видео түсіріп, бұл идеяны жақсы ма жаман ма білмеймін, бірақ оны қайталаймын деп айтады. Және де Микки Маус сияқты ысқыра бастайды. Ол ысқырып жатқан кезде оның артынан Микки Маус ұстайын деп жатады. Сосын әлгі қыз артынан біреу ұстайын деп жатқанын сезіп қалып, артына қарап қалады. Артында ешкім жоқ. Және де мынау қыз Микки Маус челленджін өттім деп айтып жатқан кезде Микки Маус оның бөтелкесін итеріп жібереді. Сосын мынау қыз ашуланып, тағы да су алуға барады. Сосын суын алып ішіп, тағы да жаттығуға соғып кетіп бара жатқан кезде Микки Маустың ысқырғанын ести бастайды. Сосын шошып кетіп артына қараған кезде әлгі су алған жер ашық тұр екен. Сосын оны жауып қайтадан кетіп бара жатқан кезде қайтадан Микки Маустың ысқырғанын ести бастайды. Және әлгі су ашатын да ашылып кеткен. Әлгі су алатын да ашылып кеткен. Сосын бұл қыз бөтелкесін қоя отырып не болып жатқанын қарап көреді. Сосын қарап жатқан кезде оның артынан Микки Маус пайда болып, оның басын суға батырып тұншықтыра бастайды. Сосын бұл қыз тұншығып өледі. Осымен бітті. Бір таныс кейіпкер Микки Маус кенеттен қорқынышты маньяк әрекетке көшеді. Бейне қысқа әрі қорқынышты сәттерге толы. Және басталуы қалыпты болғанмен үздіксіз үрей, соңғы кадрлар өзгеріп қорқынышты болып кетеді. Кадрлар дәл музыкаға сәйкес өзгеріп отыр, және қорқынышты кадрлар мен звуктар жақсы қосылған. Бірақ бір жаманы бұл кино өте қысқа. Ал бірақ былай қарасақ, жақсы қорқынышты кино. Атмосферасы қараңғы, күңгірт дыбыстар, бәрі бірден қорқыныш әкеледі. Және басында Микки бейнесі жай күлкілі тәрізді, бірақ күтпеген кезде өзгеріп шыға келеді. Және видеоның басында айтқандай, Микки Маус жынды болған адам. Мен сіздерге айтайын дегем, осы Микки Маус жайлы қорқынышты теория бар. Және бір жігіт Микки Маусты қатты жақсы көріп, оның костюмын киіп жүретін. Және уақыт өте келе, ол психологиялық ауытқуға ұшырап, өзін Микки Маус деп қабылдай бастайды. Және соңында ол елден жасырынып, өз әлемін жасап алады. Және сол әлемде балаларын қуанатын емес, керісінше үрей сыйлайтын маньякқа айналады. Осымен бітті, сау бол, пока.